Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер. Оқитын ұлт жобасы қолға алынған болатын. Бұл жобаның мақсаты елдің рухани дамуын арттыру үшін кітап оқитын қоғам қалыптастыру. Ұлттық құндылықтарымызды насихаттау арқылы балалар мен жастарды кітап оқуға баулу, ой өрістерін кеңейту. Осы орайда қаламыздағы облыстық Абай атындағы әмбебап кітапхана да өз үлесін қосып, осы бағдарламаға атсалысуда. Кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына деген түркі халқының ұлы ақыны Әлішер Науаи. Сәуле Досжан бірнеше шығармалардың авторы, қазақтың санаулы қаламгер қыздарының бірі. Мен бүгін сіздерді жазушының қасірет пен тағдыр және осы кітаптың жалғасы болып келетін үзілмеген үміт атты романдармен таныстырсам деймін. Қасірет пен тағдыр елдің шері мен қайғысы. Бұл кітапта осы кезге дейін көп айтыла қоймаған құпия болып келген Семей полигоны туралы біраз шындықтың беті ашылады. Кітаптың ішінде талай тағдыр бар. Автор бұл туындыларында Семей өңірі тұрғындарының көрген жан азабы мен тән азабын, уайымы мен қайғысын шынайы баяндаған. Семей қасіретін көркем шығармасына арқау ету арқылы қарапайым жас отбасы мен оның маңайындағылардың азапты өмірі жан жақты ашылып терең суреттелген. Жасыл желекті Жетісу жерінде туып өскен қыз сонау Семей өңіріне ол кезде аты атала бермейтін Абыралы жаққа ұзатылмақшы. Оқиға Аяулым есімді қыздың атынан баяндалады. Полигон зардабын тартқан қасіретті ананың зарын, оған қарсы шыққан қайсар ананың өр рухын бейнелейді. Радиация кеселінен қынадай қырылған халықтың арасында Аяулым жары мен перзентінен, ұлы әкесінен, атанасы сүйікті баласынан, ағалары бауырынан айырылады. Осы қасіреттің бәрін көрген Аяулым тастай қатып пісіп жетіледі. Мектепте мұғалім болып жүріп, ядролық сынаққа қарсы қозғалыстың ортасынан табылады. Романдағы оның жеке өмірі ұлт басындағы қасіретті көрсететін кең көлемді көріністерге ұласады. Роман көркем әдеби тілмен жазылған, әрі нақты деректерге құрылған. Осы қос томдық дилогияны жылап отырып, қазаққа жасалған ұлттық геноцидке жаным күйіп отырып жазып шықтым. Дилогиямда 80% кейіпкер өмірде болған азаматтар, өз аты жөндерімен алынған, дейді жазушы. Шығармада типтік образдар жасалған, кейіпкерлердің тағдыры туралы толғанбай оқу мүмкін емес. Кітаптағы оқиға кейіпкердің ғана емес, қазақтың қасіретін сезім арқылы жеткізе білген. Жазушы романның мазмұны табиғи әрі шынайы. Осы шынайылық пен табиғилық кітап сүйер қауымды шығармаға жіпсіз байлап, кітаптан көз алмай оқып бітіргенше еркіннен тыс өзіңді матап тастайды. Психологиялық шым-шытырық оқиғалар мен мистикалық ажайыптар мен жан дүниеңізді бейжай қалдырмайтын шығарма. Үзілмеген үміт романдағы бас кейіпкер әдеттегідей Аяулымның образымен жалғасады. Аяулымның ұлы сұңқар ер жетіп, өз тағдыр жолында маңдайына жазылған арманы мен қиындықтарын, махаббаты мен ләззат қуанышын бір кісідей көре келе, өз оқиғаларының арасына сізді де іле жөнеледі. Романдар көпшілік оқырманға арналғандықтан Сәуле Досжанның «Қасірет пен тағдыр» және «Үзілмеген үміт» романдарын оқуға шақырамын.